Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен физалистен қалай варенье жабу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен физалистің сыртқы қабығынан тазартып, жақсылап жуып аламыз. Физалистің шикі түрінде айтарлықтай дәм болмайды. Сондықтан да 1 кг физалиске 1 кг құмшекер салып, варенье қайнатамыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Жай ғана физалистің үстіне қант салып, бірден қайната салмаймыз. Осылай тазартылған физалистерді 2-3 бөлікке бөліп аламыз. Физалисті бөлмей-ақ домалақ күйінше қайнатуға кеңес бермеймін. Өйткені варенье болғаннан кейін ішіндегі домалақ физалистерді жеген кезде қышқылтым дәм шығып тұрады. Сондықтан да ерінбей осылай 2-3 бөлікке бөліп барып қайнатыңыздар. Басқа жемістер сияқты үстіне құмшекер салып, бірден қайната салмаймыз. Ең бірінші сиропын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 10 кг физалиске 10 кг құмшекерді өлшеп аламыз. Ыдысымызға бірінші құмшекерімізді салып, одан кейін азғантай ғана су құямыз. Көп су құюдың керегі жоқ. Баяу отта құмшекердің өзі де жайлап ери бастайды. Бірден қатты отта құмшекерді ерітуге болмайды. Құмшекеріміз күйіп кетеді. Асықпай баяу отта азғантай су құйып, сиропымызды дайындап аламыз. Әбден еріп болған кезде ғана барып үстіне физалисімізді салып, жақсылап қайнатамыз. Көріп тұрғандарыңыздай құмшекеріміз еріп қалды. Осылай қасығымызбен араластырған кезде жылдам жеңіл араластырылса, біздің сироп дайын деген сөз. Енді үстіне физалисті сала берсеңіздер болады. Астындағы отын қаттырақ қойып, қайнатып аламыз. Бір қайнап болған вареньеміздің астын жай қойып, тағы да 1 сағаттай баяу отта қайнатамыз. Бір бұқтырып алып жаба салуға болмайды. 1 сағаттай баяу отта қайнаған вареньеміз кәдімгі бал сияқты керемет болып шығады. Бетіндегі дәндерімен бірге араластыра отырып банкіге құйып жаба беріңіздер. Бір қайнағаннан кейін бұл варенье өзі сұйық болып кетеді. Ұзақтау баяу отта қайнатсаңыздар, біріншіден вареньелеріңіз қою болады, одан кейін түсі де осындай алтын түске ұқсас керемет варенье болып шығады. Паритетілген банкаларымызға осылай араластыра отыра құямыз. Астыңғы суы қалып кетпесін, сондықтан да араластырып осылай құямыз. Физалис вареньесінің жартысы судан, жартысы физалистен тұрады. Банкіге тек қана қоюын салып, астындағы сұйықтары қалып кетпесін. Осымен біздің физалистен жасалатын вареньеміз дайын болды. Осылай қақпағын жауып, қысқа сақтай бересіздер. Дәмі де өте керемет, шаймен керемет үйлеседі. Әсіресе қыстың күндері суық тигізіп алсаңыздар, шайға қосып ішсеңіздер, керемет терлетеді. Егер де менің видео рецептерім ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.